Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен тефтелі рецептімен бөліскім келіп тұр. Сіздер де осы әдіспен осы рецептпен жасап қараңыздар. Дәмі де көрінісі ерекше болып шығады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға өлшеніп алған фаршымызды салып, үстінен пиязды үкіштен өткізіп аламыз. Және де суын міндетті түрде сығып тастаймыз. Үстінен жұмыртқа, тұз, күріш және де қара бұрышты салып жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Дайын болған массамызды 10-15 минут тындырамыз. Сол кезде тефтелілер формасын жақсы ұстайтын болады. Осылай барлығын арадан уақыт өткеннен кейін біркелкі формада дайындап аласыздар. Және де алдын ала қызып тұрған майымыздың үстіне пияз және де өздеріңіз қалауларыңызға қарай түрлі болгар бұрыштарын пайдаланып, осылай томат пастасын салып жақсылап араластырып қуырып аласыздар. Үстінен алдын ала дайындап алған картошка сәбіздерді турап салып, тұздарын реттеп, араластырып дайындап аласыздар. Үстінен тефтелиді барлығын осылай салып, кез келген мөлшерде өздеріңіз қалауларыңызға қарай су құйып, лаваш жапырағын салып, бетін жауып, 30-35 минут шамасында қайнатып пісіріп аласыздар. Дайын болғаннан кейін үстіне кез келген зелень түрлерін пайдаланып, дастарханға тартасыздар. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап қараңыздар. Және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.